Сәлем балалар, бүгін бізде сабақта әдебиеттік оқу 3-ші сынып 33-ші сабақ. Тақырыбымыз қысқы кеш. Балалар, каналға лайк басып, тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаймыз. Себебі жаңа сабақ сіздерге бірінші болып көрінетін болады. Қысқы кеш мәтінді бөліктерге бөліп оқып ат қоясың. Мәтінді бөліктерге бөліп оқып ат қой. Қысқы кеш. Ішін тарта, сұрлана боран соғып тұр. Кейбір үйдің терезесінен, кей үйдің маңдайшасынан жылтырап көрінген электр шамы болмаса, ауыл ақ қар жамылып, түн құшағына бұғып, мүлгіп қапты. Түтеген бораннан қыбырлаған жан, қарайған бұта көрінбейді. Жалғыз-ақ ысқырынған желден үркіп, жаяу борасын үйден үй, төмпешіктен төмпешік қуып, жыландай сумаң қағып, дамылсыз аралап жүр. Кейде ол қақпаға үйіріле соғып, сәл толастап кідіреді. Кейде құтырынып, ақ шаңын көкке будақтатып, екінші тұстан бұрқ етеді. Де күшейген жерден бел алып, қайтадан сумаңдай әр үйдің әйнегін тырыс-тырыс қағады. Осындай көңілсіз деген түннің өзінде сырттай мүлгіген ауыл іштей қазанша қайнайды. Сіз терезесінен жарық жылтыраған әр үйден алуан кәсіппен шұғылданған әр қилы адамды көресіз. Солардың бәріне батыс жақ шеттегі электр станциясы қуат жеткізіп, денедегі барлық мүшелерге бірдей қан құйған күшті жүректей моторы тынымсыз соғады. Авторы Мұқан Иманжанов. Екінші тапсырма. Қысқы кеш өлеңінің алғашқы екі шумағын қайталап оқы. Осы жолдардағы көркем ойға сәйкес келетін қара сөзді мәтін бөлігін тап. Қысқы кеш. Қара боран көкті жапты, қарлы құйын қуалай. Кейде ұлыған аң сияқты, кейде жылайды баладай. Төбесінен үйдің тозған, сылдырайды сабаны, жолаушыдай кешеу қалған терезені қағады. Яғни балалар, өлеңнің осы екі шумағында боранды сипатталып, боран туралы анығырақ жазылған, осы екі шумағында. Үшінші тапсырма. Түсініп оқы, мәтіннің авторы туралы әңгімеле. Мұқан Иманжанов, балалар жазушысы. Мұқан Иманжанов 1916 жылы Қарағанды облысы Жезді ауданында туған. Балаларға арналған алғашқы айлар повесі мен шаңғышылар деген әңгімелер жинағы бар. 1958 жылы дүниеден озған. Төртінші тапсырма. Қысқы кеш деген бір атаумен берілген екі шығарманы салыстыр. Қай шығарма бұрынырақ жазылған? Оны неден аңғардың? Балалар, яғни қысқы кеш өлеңінен біздер оның бұрынырақ жазылғанын байқаймыз. Себебі үйді суреттеген кезде жан жағындағы үйлердің қалай соғылғандығын, осы арқылы біз қысқы кеш өлеңі бұрынырақ жазылған. Ал қысқы кеш мәтіні шығармасы, яғни ол беріректе жазылған. Өйткені электр сымдары деп аталғандықтан, ол яғни бұрынырақ емес, қазіргі кезде жазылғандығын байқаймыз. Мәтіндерде қысқы боран адам кейпінде суреттелген. Осындай табиғат құбылыстарын
адам кейпіне келтіріп суреттеуді кейіптеу деп атайды. Яғни біздер өлеңнен байқадық, иә? Кейде жылаған бала секілді деп. Осының барлығы дерлік балалар кейіптеу деп аталады. 5-ші тапсырма. Мәтіндерге сүйеніп, боранға қатысты кейіптеулерді тауып жаз. Кейіпкер, яғни боран, суретте көрсетіп тұр, иә? Кейіптеу сөз, яғни боран аралап жүр. Жаяу барады және терезелерді қағады. Осының барлығы дерлік біз нені кейіпкерледік? Яғни боранды, иә? Кейіптеу сөз арқылы боранды жаздық. Балалар, енді соңғы 6-шы тапсырма. Сызбада берілген шығармаларды салыстыр. Мәтіндер, мәтін түрі, тақырыбы, авторлардың көңіл-күйі, ұқсастығы және айырмашылығы. Пушкин «Қысқы кеш». Бұның мәтіннің түрі өлең. Тақырыбы «Қысқы кеш». Автордың көңіл-күйі көңілсіз. Ұқсастығы бұл тақырыбы болып табылады, иә? Ал айырмашылығы мәтін түрі боранды кейіптеу. Иманжанов «Қысқы кеш». Бұл мәтін түрі әңгіме. Тақырыбы «Қысқы кеш». Бұндағы автордың көңіл-күйі көңілді. Ұқсастығы бұнда да тақырыбы және негізгі ойы болып табылады. Ал айырмашылығы да, яғни мәтін түрі сол боранды кейіптеу. Яғни балалар, осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.